Мұнарал орта мектебінің 8-ші сынып білім алушысы Есірке Жасмин. Абай Құнанбайұлы өлең сөздің патшасы сөз тарасы. Өлең сөздің патшасы сөз тарасы. Қиыннан қиыстырар ерданасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оның алласы. Мешіттің құтпа оқыған ғұламасы, мүнәжат уәлилердің зарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақпар таласы, сонда да солардан бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қайбаласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады кен сөз қосарлап, ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыра алып топтасарнап, мақта өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп, кетірген жұрт қадірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп жанын жалдап, мал сұрап біреуді алдап, біреуді арбап, жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар Құдай қарғап. Қайда бай мақтан жаққа барса талап, жиса да бай болмапты қанша малдап. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз, бұл жырақ көрінеді сол арқанда. Ескі беше отырман бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап. Сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел, сендерге де келейінен даяндап. Батырды айтсам, ел шауып алған талап, қызды айтсам, қызықты айтсам, қыздырмалап. Әншейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Ақыл сөзге ынтасыз жұрт шабандап, көнгенім ақ соған деп жұрт абандап. Кісім сінген жеп кетер білімсіз көп, жіберсең өкпелеме көп жамандап. Амалдап, қарағайды талға жалғап, әркім жүр, алар жерді небін қандап. Мақтан қуған малқұмар нені ұғарсын, шықпаса мыңнан біреу талғап-талғап. Мал жиып, арандықпен ұрлап қарлап, қусын десе қуанып жүр алшандап. Арша, соқша бір пайда түсеме деп, елдің байын еліртіп жауын талап. Ынсап, ұят, ар намыс, сабыр талап. Бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей салып.